Құрметті достар, мен сіздерге жаңағы бірінші видеода айтып кеткендей, PDF справканы Еговтан жүктеп алдым. Енді жаңағы адресный справканың орнына қоятын. Соны ары қарай қалай JPEG форматқа ауыстыратынымды мен сіздерге көрсетейін деп отырмын. Еговтан мына справканы жүктеп алдым. Содан кейін мына кнопканы басып, өздеріңізге скачать жүктеп аласыздар. Жүктеп болғаннан кейін конвертация жаңағы жазасыздар мына жерге PDF, JPEG деп. Сосын сіздерге мынандай сайт шығады. Міне, осы үстінен басып, конвертация PDF файл деп аласыздар. Конвертация PDF файлдың үстінен басып, загрузкиді басқан кезде менің жаңағы PDF справкам шыға келді. Мен сақтап алдым PDF деп. PDF справка деп сақтап алдым. Открыть дейміз. Сосын мына жерге конвертация JPEG деп шығады, соны басамыз. Сөйтіп, скачать изображение JPEG дегенді басамыз. Осылай сіздер өздеріңіздің PDF форматтағы справкаларыңызды JPEG форматқа ауыстырып алдыңыздар. Құрметті замандастар, экранның ар жағында отырған. Осылай өздеріңіздің Egov порталындағы справкаларыңызды, анықтамаларыңызды PDF форматта жүктеп алып, JPEG форматқа көшіруді мен сіздерге көрсеттім. Енді ары қарай сіздерге Platin World компаниясынан верификация өтуді көрсететін боламын. Сондықтан назарларыңыз келесі видеода болсын. Ұнап жатса, әрине лайк басып кетіңіздер, комментарий қалдырыңыздар. Себебі менің мақсатым өзім сияқты қарапайым қазаққа интернет арқылы табысты болуды үйрету. Сондықтан құрметті замандастар, экранның ар жағында отырған, ақша жеткен кезде енді білесіздер, адамдар қандай болып кететінін. Сондықтан ақша жетпейді деп жүре бермеңіздер. Ол ақша өмір жетпейді. Жеткен адамның өзі жоқ. Сондықтан өздеріңіздің миларыңызды дамыту арқылы, миыңызды дамыту арқылы, мен көрсетіп отырмын, қолмен, сіздердің миларыңызды дамыту арқылы өздеріңізге табысты болатын мүмкіндіктерді көрсетудің келесі сериясы өз жалғасын табады. Мен келесі видеода міндетті түрде өзімді дамыту арқылы Platin World компаниясынан қалай маркетинг арқылы табыс тауып жатырған, өзімнің жасап жатырған бизнесмен өздеріңізбен бөлісуге асығып отырмын. Сондықтан егер де сіз өзіңіз интернет арқылы табыс табуға асықсаңыз, келесі видеоны жіберіп алмаңыз.